Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңыз да, қымбат уақытыңыз да кетпейді. Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз. Бірақ 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің дендеуінен сақтайды десек сенесіз бе? Видеоны соңына дейін көріп, қазақша контентке қолдау білдіріп, және біздің каналда 97% адам каналға жазылмай көреді екен. Сол себепті каналға жазылып, лайк басып белсенді болыңыздар. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз бізге шабыт сыйлайды. Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңыз да, қымбат уақытыңыз да кетпейді. Оны жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сіз де мұны біле жүріңіз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады, бойыңыздағы қанды айдап, тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жаңылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз сұлуланып, не болмаса аяғыңыз әдем болып кетпейді, алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюінің алдын алады. Жаттығу қалай жасалады? Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұруы керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзада айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 7 пайдасы. Аяқ ісінуін төмендету. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек немесе артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жаттығуын жасау керек. Қан ағымын жақсартуға көмектесетін сияқты аяқтарыңызды жүрек деңгейіне жоғары көтеру арқылы артық сұйықтықты тиімдірек кетіруге көмектеседі. Аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін адамдардың түнде аяқтары ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Аз қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, ағзаның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселе де оң шешімін табады. Ішкі ағзаңызды тазалағандықтан жүзіңіз де құлпыра түседі. Жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды қалыпқа келтіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне тыныштық сыйлап, іш, мойын, бұлшық етіне түсетін күшті басады. Жан тыныштығы. Жаттығу мидың оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанды тыныштықпен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасасаңыз, көбі өтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайсыз. Ескерту: егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып тасуға болады. Қысымды төмендетеді. Ұзақ уақыт тұру немесе отыру қанның аяқтың тамырларына жиналуына әкелуі мүмкін. Бұл тамырлардағы қысымның жоғарылауына әкеледі және өз кезегінде варикозды тамырлар сияқты жағдайлардың дамуына ықпал етеді. Аяқтарыңызды көтеру жиналған қанның ағып кетуіне мүмкіндік беру арқылы аяқтарыңыздағы қысымды төмендетуге көмектеседі. Егер сіз біраз уақыт тұрсаңыз, аяғыңызды жоғары көтеріп отыру да шаршаған аяқтың қысымына және нәзіктік жеңілдетуге көмектеседі. Қан ағынын жақсартады. Аяғыңызды көтеру төменгі аяғыңыздағы қан қысымын жақсартуға көмектеседі. Қалай? Қарапайым жауап: ауырлық күші. Оттегі азайған сайын қан тамырлары арқылы жүрекке оралады. Артерияларыңыздан айырмашылығы, веналарыңыздағы қысым салыстырмалы түрде төмен болады. Қанның қозғалуына көмектесу үшін сіздің веналарыңыз қанның жүрекке қарай қозғалуына көмектесу үшін кішкентай клапандар және қоршаған бұлшық еттердің жиырылуынан пайдаланады.
Сіз отырғанда немесе тұрғанда аяқтарыңыздағы оттек азайған. Қан жүрекке оралу үшін ауырлық күшіне қарсы жұмыс істеуі керек. Аяқтарды көтеру оларды жүрек деңгейінен жоғары қояды. Бұл гравитация қазір сіздің пайдаңызға жұмыс істеп жатқанын білдіреді. Бұл аяқтарыңыздағы тамырлардың қан ағымын жақсартуға көмектесуі мүмкін. Бұл жаттығудың ең жағымды жері оның қарапайымдылығы. Үйдің қабырғасында перпендикуляр жатып, оған жамбасыңызды тіреп, аяғыңызды жоғары көтеріп, қолыңызды қабырғаға параллель созып, бойыңызды еркін ұстап жату. Бұл жаттығуды ұзақ жасаудың қажеті жоқ. 15-20 минут жеткілікті. Жаттығуды 5 минуттан бастап, күніне 2 минуттан қосу арқылы да көбейтіңіз. Бастапқы кезде тез жалықтыратындай көрінгенімен, шыдамдылық білдірсеңіз, денені босаңсытуға үйретесіз. Бұл қалып күні бойы тұрғанда немесе отырғанда дененің төменгі жағы істейтін қозғалысты ауыстырып жүруге көмектеседі. Оның пайдасы көп. Бұл төңкерілген жаттығу аяқта жиналған сұйықтықты тасып, жалпы қалыпқа келтіреді. Дененің төменгі бөлігіндегі жүктемені кетіріп, тізе астындағы сіңірді созуға көмектеседі. Егер жүгіруден соң немесе көп қозғалыстан кейін басыңыз айналып кетсе, осы жаттығу көмектеседі. Ондай жаттығу аяқты босаңсытуға ғана емес, сонымен қатар мойын, арқадағы салмақты түсіруге көмектеседі. Қабырғаға аяқты көтеріп жату күнде компьютерде отырудан пайда болған бүкілікті кетіреді. Бұл жаттығудағы тағы бір артықшылық 15-20 минут жеке уақытыңыз бөлінеді. Қазір технология дамыған кезде өзіңізге арналған уақыт табыла бермейді. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.